Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі 65-ші сабақ заттың атын білдіретін сөздер тақырыбын өтетін боламыз. Бірінші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Теңге алу ойыны. Теңге алу. Не алу? Теңге. Теңге алу ат спортына жататын ұлттық ойындардың бірі. Теңге алу ойыны тегіс жерде өткізіледі. Ойынға ересек адамдар ғана қатысады. Тегіс жерге шүберекке түйілген теңге тасталады. Ойыншылар атпен шауып келе жатып, жердегі теңгені іліп әкетеді. Теңгені ат үстінен еңкейіп алған адам жеңімпаз атанады. Ол жүлде алады. Бұл мәтін қазақтың ұлттық ойындар кітабынан алынған. Балалар, теңге алу ойыны қай жерде өтеді екен? Дұрыс, тегіс жерде өтеді екен. Тегіс жерге шүберекке түйілген теңгені тастау арқылы ойыншылар атпен шауып келе жатып, жердегі теңгені іліп әкетеді екен. Балаларда қандай ұлттық ойындарды білемін? Қазақтың ұлттық ойындары өте көп. Баяғыда ләңгі тебу деген сияқты түрлі ойындарды ойнаған. Балалар, мәтіннің мазмұнына қарайықшы. Осы мәтіннің ішінде теңге, ат және адам, жеңімпаз деген сөздер жазылған, иә? Теңге сөз қандай сұраққа жауап береді? Ол зат, әрине, не деген сұраққа жауап береді. Адам кім деген сұраққа жауап береді. Жеңімпаз кім деген сұраққа жауап береді. Ат не деген сұраққа жауап береді. Ал жүлде ол да не деген сұраққа жауап береді. Өйткені олар тек қана заттың атын білдіріп тұр. Яғни келесі екінші жаттығуға назар аударайық. Орнына ауыстырылып берілген сөздерден сөйлем құрап жаз дейді. Көкпар, мұхит қатысты ойынына. Мұхит көкпар ойынына қатысты. Доп алаңда ойнады балалар. Балалар алаңда доп ойнады. Яғни орнына ауыстырылып берілген сөздерден сөйлем құрап жазатын боламыз. Балалар, сөйлемдегі мұхит көкпар сөзіне назар аударайықшы. Мұхит кім? Яғни адамның атына кім деген сұрақ қоямыз. Көкпар ол заттың атын білдіріп тұр. Не деген сұрақ қоямыз. Балалар кімдер? Балалар. Яғни кімдер деген сұрақ қоямыз. Доп не ойнады? Яғни доп ойнағанын білдіреді. Үшінші жаттығу. Өлеңде тиісті сөзді қойып оқы. Біздің жирен құлын байқамаппын бұрын. Желді басып озғандай қатты шапты бүгін. Балалар, өлеңде тұрған, жанында тұрған тиісті сөздерді өз орындарына қойып жазатын боламыз. Бұл жерде балалар, құлын сөзі қандай сұраққа жауап беріп тұр? Құлын, яғни жануар болғандықтан не деген сұраққа жауап береді. Жақсы балалар, осы өлеңді дәптерге көшіріп жазамыз. Келесі сабақта кездескенше назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.